Сәлем оқырман, контекст марафонының кезекті 12-ші бөліміне қош келдің. Бүгінгі тақырыбымыз қандай екенін көрейік және бұл тақырыптағы контекст есептерін шығарып, өз қоржынымызға 5 балымызды алып, бұл контекстті аяқтайық. Егер видео пайдалы болса және видео ұнаса, онда менің осы және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпа және достарыңа бөліс. Бұл ақпарат оларға да пайдалы болады. Жақсы, ендеше бастайық, кеттік. Сонымен, карточкалар тақырыбы екен. Абай мен Дархан карточкаларға өз есімдерінің әріптерін жазды. Және Арман әріптерді қызыл карточкаларға, ал Дархан ақ карточкаларға жазды. Кездейсоқ түрде бір карточка таңдалады деп айтып отыр. Бірінші сұрақ. Алынған карточкада N әріпі болуының ықтималдығын табу керек. Жалпы ықтималдықтың формуласы қандай? Ықтималдықтың формуласы, яғни қандай да бір бізге керекті оқиғаның түсу ықтималдығы, бізге n деген әріп керек. Демек, n деген әріптің түсу ықтималдығын табу үшін біз керекті жағдайлар санын, бізге керекті қолайлы жағдайлардың санын жалпы немесе барлық жағдайлардың санына бөлу керекпіз. Әдетте бұны былай жасайды. Алымындағы санды m, бөліміндегі санды n деп жазады. Енді бұл жерде керекті әріптер саны нешеу? Керекті әріптер n. n деген әріп бұл жерде 2. Ал жалпы әріптер саны 4, мына жерде 6. 4-ке 6 қосамыз 10 болады, иә? Демек, n әріпі түсу ықтималдығы 10-нан 2 болады. Бұл 0,2 немесе 20% деп жазамыз. Әдетте ұбт-ға барған кезде жауаптар санмен ондық бөлшекпен жазылады, сондықтан біз де ондық бөлшек түрінде жазайық. Жауабы 0,2 болады. Екінші есеп. Алынған карточканың қызыл түсті болуының ықтималдығын табу керек. Жақсы. Қызыл түсті, иә, жазып қойып. Қызыл. Қызыл түсті карточкалар саны 4, ал жалпы карточкалар саны 10. Демек, 0,4 болады. Жауабы осындай сан екен. Алынған карточканың қызыл түсті немесе онда n әріпі болуының ықтималдығын табу керек. Бұл оқиғаны A деген бір оқиға деп алайық, иә? Бұл оқиға A оқиғасы болсын. Енді бұл оқиғада бізге керекті, яғни бізге қолайлы жағдайлардың саны нешеу болады? Бізге қолайлы жағдайлар ол кез келген қызыл карточка немесе n деген әріп. Дұрыс па? Әдетте осы комбинаторика немесе ықтималдықтар тақырыбында немесе деген сөзді естіген кезде біз қосу ережесін еске түсіру керекпіз. Яғни немесе деген сөз қосу ережесінде қолданылады. Демек, қызыл түсті карточкалар саны 4, иә? Содан кейін n әріпі 2, иә? Бірақ мына жерде n әріпін уже санап отырмыз. Мына жерде бір әріп бар. Демек, бізге керекті жағдайлар саны 4 плюс 1 немесе 5 болады. Ал жалпы карточкалар саны 10. Демек, 5 бөлінген 10 болады. Бұл 0,10-нан 5 деген санды береді. Сонда бұл оқиғаның түсу ықтималдығы 50% немесе 0,10-нан 5-ке тең екен. Төртінші есеп. Алынған карточканың қызыл түсті және онда n әріпі болуының ықтималдығын табу керек. Бұл басқа жағдай. Біздің карточкамыз біріншіден қызыл түсті болу керек. Және екіншіден ол n әріпі болу керек. Мынау n әріпі келмейді. Себебі ол қызыл түсті емес. Мына n әріпі қызыл түсті болып тұр. Демек, ол сәйкес келеді. Демек, бізге қолайлы оқиғалар саны 1, ал жалпы оқиғалар саны 10 болады. Бұндай оқиғаны біз B оқиғасы деп алайық. Демек, m бөлу n 10-нан 1 болады, немесе 0,10-нан 1 деп жазып өтеміз. Осы жауап болады. Соңғы есеп. Алынған карточканың қызыл түсті және онда R әріпі болуының ықтималдығын табыңыз дейді. Алынған карточканың қызыл түсті, қараңдар, қызыл түсті және ода R әріпі болуының ықтималдығын табу керек. Ал қызыл карточкалардың арасында R деген әріп бар ма? R деген әріп жоқ. Демек, біз бұндай есепте варианттар ішінде ондай болуы мүмкін емес, немесе 0 деген сан болуы мүмкін, иә? 0 немесе мүмкін емес, немесе дұрыс жауап жоқ деген варианттар кездессе, онда біз соны белгілеу керекпіз. Яғни, бұл жерде біз жауапты жазамыз. Бұл мүмкін емес, себебі қызыл түсті R әріпі жоқ бізде. Дұрыс па? Қызыл түсті R карточкасы мүлде жоқ. Мүмкін емес деп қоямыз. Немесе 0 деген жауап тоже болады. Болуы мүмкін, немесе
дұрыс жауап жоқ деп белгілейміз. Яғни осындай жауаптардың біреуі ұбт-та кездеседі, соның біреуін белгілейсіздер. Жақсы ма? Сонымен жігіттер, қыздар, біз кезекті контекстіміздің тақырыбын аяқтадық. Бұл 12-ші бөлім болды. Егер де видео пайдалы болса, менің әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпайық. Келесі бөлімде кездескенше сау бол.